Комментариялардың бірінде бір қарындасымнан сұрақ келді. Аға, сіз осы білімдерді қайдан аласыз, қандай кітаптар оқисыз деп. Жалпы әр жан, әр адам бұл өмірге өзінің миссияларымен, өзінің таланттарымен келеді. Мен кішкентай кезімнен бастап мистикаға, эзотерикаға, психологияға өте қатты жақын болдым. Бірақ сол өзімнің бағана кішкентай кезімнен бастап жүрегімнің тартқан, сол іздеген, әрдайым ізденісте болған нәрселерім, былайша айтқанда, ол психология немесе эзотерика, мистика деп мен оны ойлаған жоқпын. Менің ойымда, менің қиялымда адамзаттың барлығы, менің достарымның барлығы сондай деп ойладым. Бірақ бара-бара өсе келе, жасөспірім уақытына келгенде 20 жасымнан бастап мысалы мен жұмыс жаса бастадым. Сол кездері мен көзім жете бастады. Бағанағы әр адам әртүрлі екен. Менің ойымдағы, менің қиялымдағы нәрселер менің достарымда жоқ екен. Мен мысалы кейбір нәрселерді сондай бір идейный адам болдым. Мен мысалы идеям, әрдайым бір идеямен жүрем. Сондай бір авантюрист, біреулерді бір идеяларға саламда кесірінде тиіп жатты өте көп. Сонда ойлайтын, неге бұлар бұндай қылып ойламайды, мен сияқты ойламайды деген сияқты. Сосын бағанағы басымнан әртүрлі тың деген бағанағы сигналдар келе бастап, сигнал деген енді қатты келеді ғой өмірден. Өзің енді өз санаңмен есіңді жемасаң, есіңді дұрыстап тұрып жиғызады. Солай жиғызғаннан кейін мен кішкене енді өмірден сабақ алып, кішкене басқа бір бағытта зерттей бастадым жалпы. 25 жасымда үлкен бір сондай алғашқы сынақтардың, сигналдардың, ең басты сигналдардың біреуі болды. Сол 25 жасымда үйлендім. 25 жасымда үлкен бір алғашқы бір қарызға баттым, сол 20 миллиондай. Содан бағана 2 жыл шықтым деген сияқты. Осының барлығы өзімнің, былайша айтқанда, негізіме үңілуге мәжбүрледі. Өзімнің негізім деген, өзімнің бағана суть қой, своя суть. Соны бағана дұрыстап тұрып зерттеуге, соған үңілуге, соған сүңгуге мәжбүрледі. Содан енді сол уақыттан бастап әртүрлі психологиялық кітаптар, әртүрлі кинолар, соның ішінде бағана доктор Джо Витали, фильм «Секрет» деген бар ғой, сол кездегі бәрінің бағана енді осы психология жолында, даму жолында жүрген адамдардың көбінің бағана қараған фильмі «Секрет» деген. Егер сіз қарамасаңыз, қарауға да болады. Одан кейін Джон Кехо, «Подсознание может все». Сосын Джо Диспенза, сол Джо Диспенза бағана өзіме жаныма жақын. Сол бағанағы бастапқы сатылардағы кітаптар, білімдер, YouTube ашсаңыз, қазақша бар жоғы білмеймін, бірақ орысша бар. Одан кейін енді әртүрлі бағанағы сатып алатын марафондар, курстарға қатыстым. Мына өзіміздің бәріміз білетін Айнұр Тұрсынбаеваның бірнеше марафонын алдым. Сосын тағы да бір қазақ осы психологтардың марафондарына қатыстым, бірақ аттарын ұмытып қалып тұрмын. Сосын аттарын ұмытып қалып тұрмын, бір ер адам, үлкен. Сосын Елена Блиновская, білесіздер ме, білмейсіздер ме, марафон желаний, соның бірнеше марафондарына қатыстым. Марафон желаний, марафон тела деген сияқты. Енді айта берсем көп. Сосын мына осы 2019-2020-дан бастап Александр Поленко, Украин бағана психолога, футуролога, соның білімдері қатты ұнайды, соның марафондары, соның кітабы бар менде мысалы. Соның айтқан тұжырымдары маған өте қатты сәйкес келеді. Соның жұбайы Николь Кустовская. Сосын қазір Юлия Ивлеева деген бар, метод деген бағдарлама, қарасаңыздар болады, өте керемет. Яғни бұлар менің, былайша айтқанда, орысша айтқанда проводник дейді, сол проводниктерімнің бірі. Біреулері былай енді одан басқа өзімнің бағанағы тікелей өзімнің де бір тәсілдерім бар. Айттым ғой, мистикаға өте жақынмын. Мистиканы мен қатты сеземін, эзотериканы қатты сеземін. Менде биоток деген нәрсе бар, қолмен емдеу. Қазір мен кейбір достарым көріп отырса біледі. Жалпы адамды сезу, интуиция деген нәрсе, адамның ойын оқу деген нәрсе менде мысалы
дамыған. Мысалы кейде айтамын ғой, бір адамның ойын оқи аламын деп, сонда түсінбейді, адамдар сенбейді. Ой деген жалпы не нәрсе? Сіз жауап бере аласыз ба? Ой деген не? Сіз мысалы бір нәрсені ойлап жатсыз. Ой қайда орналасқан жалпы? Мида ма? Иә, ми дейсіз. Жақсы, миды ашып көрейік. Ми бір сұрғыш бір орган, дұрыс па? Ішінде бір тамырлар бар, әртүрлі. Енді жасушалар бар, молекулалар бар. Сол ой бүйтіп ашып қарағанда қай жерінде кетіп жатырады? Сол тамырлардың ішінде кетіп жатыр ма? Ол бір жазу әріп болып кетіп жатыр ма? Қай жерде тұрады ой деген жалпы? Қызық нәрсе, иә? Ой деген адамның миында тұрмайды. Ой деген ол кеңістікте тұрады. Кеңістік. Қаншалықты үшінші көзің ашық, былайша айтқанда, соншалықты сол кеңістіктен сен оқи аласың. Сосын саған келетін ойлар, сенің бағана бұрынғы өміріңдегі тәжірибелер, өзінің басындағы шектеулер, немесе сол ой санаң сенің тар ма, немесе кең бе, соған байланысты сен сигнал ретінде қабылдайсың ойды. Ой космос. Ой космостан келетін, яғни бұл эфир деп атайды. Эфирден келетін бір сигналдар, былайша айтқанда. Соның сен антеннасың. Сенде антенна бар, сол ойларды қабылдайсың. Мысалы, мен жақсы жүзіп білем, теңізге шомылып жатқанда, енді кіріп батырғанда бір ой келеді. Бір толқын келіп алып кетсе қайтемін, батып кетсем қайтемін деген. Сонда мен білем, бұл ой менікі емес. Менің ойым ашық, қасында отырған адамдардың ойын мен қабылдап алдым. Сондықтан мен адамның ойын оқығанда, мен білем, бұл ой менікі ме, менің антеннам қабылдады ма, әлде көрші бір қасындағы бір адамға келген антеннаны мен қабылдап алдым ба? Яғни ой деген осы нәрсе. Сосын сіздер байқаған шығарсыздар, сізге бір идея келеді, осындай бір нәрсе істесем екен, анау деп. Сіз бір қадамдар бастамайсыз, бір 2-3 күн өтеді, немесе бір апта өтеді, немесе бір жарты жыл өтеді, сізге келген идеяны басқа бір адам істеп отырады. Яғни ой космостан келді. Сіз оны бірінші қабылдадыңыз, бірақ жүзеге асырмағаннан кейін ол ой осы кеңістікте жүр. Сіздің бағанағы санаңызға сай, ойлау қабілетіңізге сай бір ұқсас сізге адам бар. Сіз жүзеге асырмағаннан кейін ол ойды ол адамның антеннасы қабылдап алды. Міне ой деген қайдан пайда болады? Мына ер адам космос энергиясын қабылдаушы, антенна негізінде. Ер адам арқылы бізге космос энергиясы келеді, ал әйел адам жер энергиясы. Әйел адам әрдайым жер энергиясын алады. Біз эфир деген бағанағы бір тікелей эфир деген нәрсе емес, эфир деген жалпы мына кеңістікте бағанағы микротолқындар бар, ток бар. Яғни ер адам космостың энергиясını өзіне қабылдайды, әйел адамға береді. Әйел адамға бағана жыныстық қатынас арқылы, немесе сыйлық арқылы, немесе сол әйел адамды бағана құрметтеу арқылы біз космостан келген энергияны әйел адамға тапсырамыз. Әйел адам өзіне қабылдайды, қабылдап жерге тапсырады. Жерге тапсырғаннан кейін жер өзіне былайша айтқанда қабылдап, әйел адамнан жердің ядросында өңделіп, қайтадан жоғарғы әйел адам арқылы келіп, сол бағана энергияны тапсырған ер адамға бірнеше есе келіп өзіне қайтып келеді. Яғни біз әйел адамға қазір 10 мың теңгенің гүлін берсек, ол инвестиция бізге 20 мың теңге болып, немесе одан да көп болып, яғни сол әйел адам қаншалықты қуанды, сол бойынша бізге еселеп қайтып келеді. Сондықтан әйел адамға сыйлық беріп тұрған ол өте тиімді бізге. Соның ішінде өзіміздің бағана әйелімізге. Сосын әйел адам әрдайым ер адамның сол жағында болу керек, ер адам оң жағында болу керек. Төсекте де, жүргенде де, отырғанда да. Яғни осындай бір білімдер, мысалы, маған тек кітап арқылы, немесе сол бір адамдар арқылы келмейді. Мына ченнелинг деген нәрсе бар, ченнел. Яғни ченнел дейтін ағылшын тілінен аударғанда түпкі бағанағы тіл ол латын тілі, канал деген мағына. Яғни мен бір каналдың иесімін. Сол космостан, немесе осы кеңістіктен білімді алып отырамын өзіме. Мысалы, бір адаммен мен сөйлесіп отырамын, бір адам маған сұрақ қояды. Сұрақ қойғанда сол адамның сұрағына байланысты жауаптар маған келе береді өзімен өзі. Кейде мен ойланып қалам, бұл жауаптарды мен қайдан білем деп. Ең басында
сол бастап жүргенде мен солай ойлап қалып жүрдім. Содан кейін түсіндім, ол менің білімім емес, мен арқылы ол адамға келіп жатыр. Мен бағана өзіммен өте бір жұмыс жасағасын, енді әртүрлі жағдайлар, өмірдің әртүрлі жағдайларының арқасында мен сол бағанағы каналды, сол ақпаратты қабылдай біле аламын. Мен бір ақпаратты қабылдап, оны трансформатор қысап, өзімнен өткізіп бере аламын. Сол кейде сол адаммен бағанағы сөйлесіп болғаннан кейін бір жарты сағат сөйлесем бе, 40 минут сөйлесем бе, 10 минут сөйлесем бе, содан кейін ол адамға не айтқанымды ұмытып қаламын. Маған бір бағана қайталаушы десе, мен білмеймін. Сол уақытта мен білдім, сол уақытта сол ақпаратты, білімді қабылдадым, бердім, болды. Одан кейін ол адаммен не туралы сөйлестім, қалай болды, яғни бұл ченнелингтің ақпараты болып жатқанда мен білмеймін. Ақпарат кетті, оған қатысты мен жауапты бердім. Мен берген жоқпын, мен арқылы берілді жауап. Болды. Ал егер әрине ол адаммен бір кәсіп туралы сөйлессем, немесе бір өмірлік, бір материалдық жағдайлар туралы сөйлесем, мен оны білемін. Немесе ол адамның өмірінде болып жатырған бір мерекелер туралы, сондай бір нәрселер, яғни өмірлік нәрселер туралы сөйлесем, әрине ол менің есімде қалады. Бірақ бір сұрақ қойып маған, сол сұрағына мен канал арқылы бағана жауап берем ғой. Сол кезде сол не айттым, не қойдым, мен оны білмеймін. Оны тек камераға түсіріп алу керек. Яғни осы білімдердің біреуі, яғни ченнелинг арқылы келетін білімдер. Сол енді барымша жауап бердім деп ойлаймын, бірақ енді ойламаңыздар, біз неге олай бола алмаймыз, немесе бұл сондай бір қиын нәрсе екен, сондай бір қасиет қой ерекше деп. Жалпы бұл әрбір адамға тиесілі нәрсе. Бірақ адамның екінің бірі, немесе әрбір адам бұл нәрсені қолдану немесе қолданбау құқығы бар. Әр адам бұны қолдану, әр адам үшін бұл нәрсені қолдану міндетті емес. Сол себептен бағана өзіңізді нумерология немесе астрология бойынша зерттеп білгеніңіз жөн. Сізге осы жағдайларды терең зерттеуге ынтаңыз бар ма, жоқ па? Ынтаңыз жоқ болса, сіздің мысалы миссияңыз ең бір құрметті ана болу шығар, немесе сондай бір бағана бассейн тазалағыш, жүзгіш, спортшы, жүргізуші деген сияқты, немесе ерекше бір кәсіпкер деген сияқты. Яғни соны білу керек. Менің мына туылған матрицамда, былайша айтқанда, туылған күнімде, туылған миссиямда, оны енді түсінетін адамдар біледі. Сосын бағана натальный картамда бұл нәрсенің барлығы бар. Менің мистикаға жақын екенімдігі, сосын кәсіпке жақын екенімдігі соның ішінде. Бұның барлығы менің бағанағы сол өмірлік матрицамда бар. Бұны мен нумерология және астрология арқылы білдім. Білгенде мен бұны бағана осы видеоның басында айтқандай мен кішкентай кезімнен бастап білдім. Бірақ сол нумерология, астрология мамандары мені сол бағанағы біліп жүрген, сезіп жүрген нәрсемді көзіме былайша басты. Яғни менің оңға, солға, артқа бағана қашуға мүмкіндігім болған жоқ. Сосын менің қарызға кіру себептерім, әртүрлі бағанағы өмірлік жағдайларға қайта кіру себептерім сол өзімнің миссияммен жүрмегенімнің кесірінен. Яғни өмір маған: ей, Артур, сен былай барма, ты направо не иди, или там налево не иди, снег в башку попадет дейді бір кинода. Сол сияқты солай емес, яғни сен осының барлығын бірге алып жүруің керексің, сен адамдарға білім беруің керексің, адамдарға үйретуің керексің, өзіңнен арқылы келіп жатқан білімді таратуың керексің деген нәрсені маған айтып жүрді әрдайым. Бірақ мен ол бір өзімнің бір қасиеттерімнің бірі, ол жақсы бір болса болар, мен тек ақша табуым керек деген нәрсемен жүрдім, сондай ғана оймен жүрдім. Ал талант берілгеннен кейін, талант ол орындалу керек, яғни бұл өмірге сол миссияңды таратуың керексің, былайша айтқанда. Сондықтан сіздің өзіңіздің жеке өмірлік матрицаңыз бойынша ондай таланттар, жалпы таланттардың барлығы бар, бірақ ондай қатты болмаса, яғни өзіңізді олай қинаудың қажеті жоқ. Мен мысалы әрдайым даму үстіндемін, бұл мен үшін керек. Мен тек қана бұл өмірді матрицаны зерттеп қоймай, рухани өмірді зерттеп, әрбір
екінің бірінің көзіне көрінбейтін сущность деген нәрсе бар, мысалы дінде ол жын деп атайды. Сондай бір нәрселерді, төменгі астрал, жоғарғы астрал деген сияқты. Сондай нәрселерді өзім зерттегенді, білгенді ұнатамын. Жалпы біздің өмірімізді не қоршап жатыр, не үшін келдік, мына шаш қайдан шығып жатыр деген нәрселерді өзім жалпы ұнатамын. Бірақ бұны мен ұнатып зерттеп жүрмін барымша, бірақ бұл нәрсе екінің бәрі дәл солай істеу керек екен деген нәрсе емес. Мен мысалы машинаны қыздырып, автоматты айдап білемін, бірақ капотын ашсам мен ана жерде жүзіп кетемін, білмеймін, ана жерде көздерім жан жаққа кетеді жүзіп. Мына кухняда менде мына газовка бар, газ. Мен осы пәтерімді жалдап жатырмын. Бірде бір рет қосқан жоқпын сол газовканы. Не үшін? Себебі тамақ пісіріп білмеймін. Тамақ пісіру, газовканы істеу деген нәрсе мен үшін өте бір басқа әлем. Түсінесіз ба? Ал кейбір адамдар үшін бұл деген бір өте сондай бір ләззат қой, тамақ пісіру, сол газовканы шұқу, сантехниканы шұқу. Мен шұқи алмаймын, онда сантехникада білмеймін. Мысалы, менің ойым басқа жақта. Сондықтан әрбіріңіз өзіңіздің таланттарыңызды біліңіз, және бәріңізге сол таланттарыңызды дамытуға әртүрлі өмірлеріңізге неше түрлі мүмкіндіктер келе берсін. Менің мына видеомнан не түсіндіңіз, не түсінбедіңіз жазып кетулеріңізге болады. Сіздің комментарияларыңыз, лайктарыңыз мен үшін өте пайдалы, менің дамуыма пайдалы. Сіз үшін сол бағана әрбір маған жасаған жақсылықтарыңыз мың есе қайтсын. Рахмет.